Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ең жеңіл итальяндық брускетта түрін дайындаймыз. Бізге керегі ең алдымен сәбіз, қызанақ, кабачки, пияз және перец. Барлығын майдалап төртбұрыш етіп турап аламыз. Қызып тұрған майда барлығын кезекпен 1-2 минуттан қуырып аламыз. Дәмін келтіру үшін аз ғана тұз саламыз. Оттан алып начинкамызды суытамыз. Кез келген багет түрін жұқалап тураймыз. Суыған начинкамызға 5 ас қасық кетчуп салып жақсылап араластырамыз. Нанның бетіне видеода көрсетілгендей етіп орналастырамыз. Өте дәмді брускеттамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Олжан Атабайқызы.